Саламатсыздар, білім алушылар. Менің аты жөнім Рабилов Ержан Сыбанбекұлы, дене тәрбиесі сабағынан сабақ өткіземіз. Және де бүгінгі сабағымыздың тақырыбы волейбол. Оның ішінде де допты жоғарыдан және төменнен қабылдау. Волейбол ойынына жоғарыдан төменнен қабылдау, жалпы ойын ережесіне келсек, бізде бұл жерде адамды төзімділікке, жылдамдыққа, шапшаңдылыққа және күштілікке тәрбиелейді. Мақсаты допты қарсылас командадан берген кезде допты қабылдау, жоғарыдан қабылдау, төменнен қабылдау, әртүрлі түрлермен допты қабылдауды үйретеміз. Денемізді қыздырып, жүгіріп алған соң, енді келесі жалпы дамыту жаттығуларына көшеміз. Жалпы дамыту жаттығуларымызды бастаймыз. Қолымыз белде, аяғымыз иық деңгейінде, басымызды оңға, солға, алдыға, артқа. Осы жаттығуды 4 реттен қайталаймыз. Иығымызға қолымызды қоямыз, алдыға 3 рет, артқа 3 реттен айландырамыз. Келесі жаттығуымыз. Қолымызды тұрған тұрыста көтеріп жоғарыға, алдыға бір айландырамыз. Келесі жаттығуларымыз. Белімізге бірден 3 жаттығу, 4 жаттығуды бірден істеп кетеміз. Жоғарыға көтерілеміз, аяқтың ұшына 1, еңкейеміз 2, отырамыз 3, тұрамыз 4. Осы жаттығуды 4 мәрте, 5 мәртеден қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз. Оңға солға отыру. 1, қолымызды алдыға ұстаймыз. 2, 3, 4. Осы жаттығуларды 4 реттен қайталаймыз. Келесі, бұл енді волейбол ойыны болғаннан кейін көбіне буын-буынға жасалынатын жаттығуларды жасаймыз. Қолымызға, аяғымызға кезекпен кезектен. Оң аяққа, сол аяққа 10 реттен қайталаймыз әр аяққа. Денемізді қыздырып болғаннан кейін енді сабағымызға көшеміз. Біздің негізгі сабағымыздың тақырыбы допты қабылдау. Жоғарыдан және төменнен. Допты қабылдағанда, ар жақтан төменнен қабылдағанда қолымызды біріктіріп ұстаймыз, кішкене отырамыз. Алдыңға, қайсы? Сәл аяққа отырамыз. Доп келген кезде көтерілеміз. Доп білезікке тию керек. Сонда отырып, қабылдағанда бізде ыңғайлы әрекеттер болады. Ал енді келесі. Жоғарыдан қабылдау. Жоғарыдан қабылдағанда да сол кішкене отырып, сәл аяғымызды буып барып, жоғарыдан көтеріліп тоқтатамыз допты. Бірден допты ұруға, қасындағы адамға беруге мүмкіндік аласыз. Допты оң жақтан қабылдау, және сол жақтан қабылдау, тура астынан қабылдау, және жоғарыдан. Ал енді білім алушылар, сабағымызды қорытындылай келе, қателесетін жағдайларымызды айтып кетейік. Қолымызды жаңағыдай біріктіріп ұстаған кезде қайшылап ұстауға болмайды, және қисайтып бір қолымызды, сонда доп қисып кетеді. Мүмкіндігінше қолымызды бірге тура ұстауға талпынамыз. Сонда допымыз ешқайда кетпейді. Аяғымызды кішкене допты қабылдаған кезде аяқ тіземізді бүгіп, қайта көтерілеміз. Қай жақ болсын, оң жақ болсын, сол жақ болсын, көтерілуіміздің біздің де аяғымыз көп әсер етеді. Және жоғарыдан қабылдағанда да допты бірінші арақашықтығын, қандай мөлшерде келе жатқан допты, соны аяқты, оң аяқ, сол аяқпа қайсың, болмаса екі аяғымызбен бірдей бүгіліп, қайттан көтерілу керек. Сондай қателіктер жібермеуіміз керек. Ал енді сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Осы жаттығуларды үйде доппен және допсыз қайталаймыз. Рахмет, сау болыңыздар.